Ассалаумағалейкум, біздің UFC сүйер көрермендер және Алпсоқ парақшасының оқырмандары, біздің өзіміздің көрермендер. Бүгінгі екінші бөлімді бастаймыз. Бүгін салмақ өлшеу болды. Азаттың салмақ өлшеу рәсімі өтті. UFC-дегі бұл Азаттың дебюті, алғашқы жекпе-жегі. Енді бұл жекпе-жегі алғашқы жеңісіне де жеткізсін деп тілейміз. Бұл жекпе-жек, бұл салмақ қалай? Салмақ өлшеу рәсімі қалай өтті? Салмақ өлшеу рәсімі жақсы өтті деп ойлаймын. Көп көрермендер жазып отыр. Азаттың түрі көп қуған сияқты, қиын болған сияқты деп түрінен ал керісінше Тайсон немдікі түрінен от көрінеді деп тілін шығарып неше түрлі жест көрсетті ғой. Меніңше ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бәрін уақыт көрсетеді. Енді салмақ қуудың өзі бір проблема еді ғой. Салмақ қуудың өзі бабы дейді ғой, бір үлкен жұмыс қой. Бірінші кезең жаттығу, екінші кезең салмақ қуу, үшінші кезең жекпе-жекті, үш кезең бөлгеніміз. Екінші кезең артта қалды, 90. Енді соңғы тек соңғы жегі бар. Тек қана жеңіс. Бұл жекпе-жек дегенде Азаттың жалпы өзінің спарринг қарсыластары айтады ғой. Азат былай тренировкада, жаттығуда әлсіз көрінгенмен былай жекпе-жекке келген ол басқа адам болады дейді. Басқа маска киіп алады дейді. Яғни бұл салмақ өлшеу рәсімі оған қатты әсер етпейді деп ойлаймын. Сондықтан жеңіс тілейміз. Бұл салмақ өлшеу рәсімі өтті, жақсы өтті. Ендігі жекпе-жек 16 шілде болады. 16 шілде күні сағат 5-те Астана уақытымен біздің телеграм каналымыздан көрсеңіздер болады. Соң басында шығып кетеді, басында көріп ұйықтап қалсаңыздар болады. Өйткені Лас-Вегас жекпе-жегі дейтін турнир Апексте өтеді. Көрермендерсізде, азамат көрермендер, шектеулі көрермендермен. Сондықтан көріп ұйықтап қалсаңыздар болады. Бірақ азат жекпе-жегін міндетті түрде көріңіздер. Біздің телеграм каналда стористе шығарамыз, қай жерден көруге болады, тікелей эфирде жүргіземіз. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бұйырса Алла қаласа. Тағы да бір бұл картта Шапқаттың болашақ қарсыластарының бірі Джек Делла Маделана деген шығады. Егер көрсеңіздер де болады бұл. Содан Азат туралы айта берейік, енді Азат туралы бір соңғы айтып жіберейік. Азат бұл жекпе-жекте фаворит болып есептеледі. Американдықтардың өзі бұл Азатты фаворит көріп отыр. 1-4. Яғни Тайсон немнің тек бір ғана жойқын соққысына сеніп отыр. Егер сол соққы тиіп кетсе, ол Азат жеңіп қалуы мүмкін деген. Ал Азаттың ол былай арсеналдар көп. Яғни грэпплингі бар, күресі бар, бір жағынан стойкілері де жақсы. Яғни еще бірінші жаңағыдай дебюттік жекпе-жек өзін көрсететін керемет мүмкіндік. Бұл жекпе-жекте енді Азаттың жаңа қырларын көреміз деген үміттеміз. Тек жеңіс. Азат Тайсон енді жалғасы жеңді ғой. Сондықтан екінші қазақта тағы да жеңеді деп ойлаймыз. Сондықтан Азатқа жеңіс тілейміз. Бұл подкасты сол үшін шығарып отырық. Жекпе-жектен соңында тағы подкаст түсіретін боламыз, Алла қаласа. Екінші бүгін тағы да бір жаңалық шықты. Бәрі де уже білетін шығар. Жалғас Жұмағұлов UFC-мен контрактісі бітті дейтін. Уже аяқталды. Күшті болмады. Бірақ өзін көрсетті, уақыты келді. Оған еш күмәнім жоқ. UFC ұрлық жасады, көп төрешілермен қарсыласына беріп те жатты. Сондықтан жалғасқа рахметімізді айтамыз. UFC-де ол бір достойны жеңген ешкім болған жоқ қой оны. Ешкім дұрыс жеңе алған жоқ. Барлығы сол жаңағыдай екі жақты немен ұсыныспен, келісіммен жасалған жаңағыдай төрешілердің бір рет қана немен жеңілді? Бір рет қана тек жаңағы кімнен жеңілді? Португалиялық Маниел Капеден төрешілердің техникалық нокаутымен жеңіп қалған болатын. Яғни бір Жалғас Жұмағұловтың ендігі болашағы UFC-де аяқталды. Енді болашағы өзі айтып отыр. Беллаторда Reason, болмаса One Championship, PFL, One Championship айтқан сияқты. One Championship,
көреміз енді. Ал қалай шешеміз? Беллатор сол өзде Америкада қалғым келеді дейді, штатта. Соңғы біз үшін үлкен тамаша ғой. Беллаторды төбелесіп жатса, Дамир Пуфелді төбелесіп жатса, керемет емес пе? Үлкен қазақтарға да жол ашылады, қазақтардың кім екенін таниды. Ол жолды жүріп өтуші ғой, артына із салушы, сол ізбен жүреді. Оның жеткен жеңістіктерін айтады, оның қателіктерін ізбасарлар, інілері, олар да жасамайды ондай қателіктер, не істеу керек, ол барлығын айтады. Сондықтан ең бірінші жол салушы адам, сондықтан оған қиын болады. Оны тек құрметтеуіміз керек, қолдауымыз керек. Ешқандай байдың бағасы бірдеме деп ешқандай шыққан жоқ. Өзінің еңбегімен талай Қазақстанның атын шығарды, талай қазақстандықтарды тоқтатты. Сондықтан жалғасқа ешқандай өкпеміз жоқ, жалғасқа тек сәттілік тілейміз. Ендігі ақша үшін төбелессек дейміз, енді тек өзінің ақшасын, отбасын, жағдайын барлығын жасап тастаса екен дейміз. Інілерді тәрбиелей берсек. Бір сұрақ бар да, осы Жалғас Жұмаловтың бір айтқаны бар да, найзада жаңа Малина дейтін қазіргі бір трансгендер болып кеткен жігіт бар ғой. Сонымен өткізуге қарсы емеспін дейді. Қалай ойлайсың, найзаға келгенін қалар ма едің сен? Жалғас Жұмаловтың Қазақстанға келгенін? Мен өзім найзаға келген, найзаға емес, Қазақстанға келген күшті көрмеймін. Сондықтан карьерасын ар жақтан тамаша, мен бер жаққа келу керек те, о жақтан жақсы өткізіп, өзіне де жақсы болады да. Мына жақтан мен жалғаш найза, октагон дегендер, Алаш Прайд дейтіндер, менің жеке өзім пікірім, мықты тау шыңына шығып кейін кеткен жігіттер бар ғой, өзі пигі өтіп кеткен жігіттер, Қазақстан легендасы. Бұл жігіттерді шығармау керек сияқты. Бұл жігіттерге үлкен жекпе-жек өткізу менше мықты байцтері керек емес сияқты. Неге дейтін, мысалы Қаршыға Дауытбек дейтін бауырымыз бар да, 2 жыл үзіліс айды. Негізі оның пигінен негізі бұрын шықты ғой ол. Травма болды, не болды, жеңілістер болды, асада төбелесті, қиын болды, өте мықты жауынгер. Енді кеше бұрын UFC-де Конормен төбелескен жігіт бар ғой, Алаш Прайд. Бразилиялық. Алаш Прайдқа контрактіге отырды ғой. Соны Қаршығамен төбелестерді, Арман Оспанов деп айтып жүрді. Сол да вариант болды, енді Қаршығамен төбелесетін болды да. Менің ойымша, одан да жаңа жауынгерлерге беру керек сияқты да. Енді UFC-ге кетеді ау, осыған сену отыр деген сияқты да. Өйткені оның атын шығару керек, оған жаңа жол салуымыз керек та. Мысалы біз Нариман Аббасовты біз кімге фамилия қойып бергеннен гөрі, фамилия қойып демей қояйын, енді басқа үлкен Қуат Найман қайтып реванш жасағаннан гөрі Аббасовты Кабардиевқа беру керек, Жаслан Әкімжанға тағы осындай боец беру керек, Бағдос Олжабай соған беру керек сияқты. Алаш Прайдта төбелесті. Әліби бар еще. Жоқ, Әліби ол басқа. Жоқ, жалпы айтып отырмын. Жаңа неде Алаш Прайдта. Сондықтан енді міне осындай жекпе-жек дейтін жекпе-жек бұрын ол мына жауынгермен төбелескен рекордына тамаша бір жеңді деген сияқты керемет нелерді қойып беру керек те. UFC-де солай істейді ғой. Рекордын әдемі жасап беру керек. Шал мен шалды ондай көбі төбелестірмейді. Гастюлинге де шапқатта келді, Гастюлинге де Тони Фергюсонды берсе де екеуі де қарсы емес. Бірақ олар шапқаттың несі үшін, болашағы үшін, көп ақша табу үшін, соның атағын шығару үшін солай істейді. Біздің промоушендерді солай істеу керек. Дұрыс айтасың. 8-0-ді кеше Әли Бейдіріске берді ғой, әдемі жекпе-жектер берді, Бразилс берді, жайратып салады. Сондай сияқты керемет боецтер бар ғой. Сондай боецтерге, атағы бар боецтерге наоборот менше қою керек сияқты. Дұрыс. Сондықтан жалғыз найзада емес, наоборот жалғыз шетелде төбелескен жақсы. Тек Россияда емес, қалған барлық елде. Ал басқа вариант болмаса найзаға октагон Алаш Прайд, no problem. Мен ойымша солай.
жеткілікті ғой. Жаңа айтып қалдың, Шавкат Рахмонов пен Кевин Гастел осы туралы айтайық. Бұл жекпе-жек, енді Келвин Гастелум да бұл жекпе-жекті қабылдады. Енді әңгімесі де жаңағыда айтып жатыр да. Бұл жекпе-жек Адесаниямен жекпе-жек сияқты дейді. Адесания сол кезде де жаңағыдай жеңіліссіз келе жатырған еді. Яғни ол кезде тек бір ғана жеңілісі болды. Яғни ол просто ММА-да болған да, басқа. Бір ғана жеңілісі болды, бірақ несі сериясы жеңіліссіз да, әлі жеңілмеген. Сондай сияқты болады да, бұл жекпе-жек әлі жеңіліссіз. бұл жауынгерге Шавкат Рахмонов айтып отыр ғой. Жеңіліссіз, жаңа проспект. Оқытсын ма білмеймін? Жоқ, осылай. Жаңа проспект. Солай мақтап жатыр да. Сондықтан бұл мен үшін мүмкіндік, керемет мүмкіндік дейді. Тағы да бір керемет мүмкіндік. Егер осыны жеңетін болсам, мен титулға шығамын деген әңгіме айтып отыр да. Оның да басты мақсаты сол ғой. Ол басында келген уақытта айтты, мен енді тарихымды қайтадан бастаймын деп отыр да. Қайтадан тарихымды бастаймын. Сондықтан сол моментте бір Шавкат Рахмонов та бүйтіп айта салып, мен осындай 77-те қарсы аламын, мен бола салайын дегенде қалды да. Оған да уже отпана деген әңгіме болды Кевин Гастелум. Егер жеңетін болса, осындай, ал жеңілетін болса, оған ештеңе артық ештеңе болмайды да. Тамаша мүмкіндік. Оны да кеше айттық қой. Бұл туралы толығырақ. Енді бұл жерде Шавкат Рахмоновтың әлі де айтамыз ғой. Әлі де айтамыз. Айтады көп қой. Мукаев. Мукаев қарсыласы белгілі болды ғой. Азат туралы, Азат қайтадан бастап Азат туралы. Мухаммед Мукаев енді кезекті жекпе-жегін 28-ші қазанда Тим Эллиот дейтін жауынгермен шығады. 10 орында тұрған. Өзі 12. Жоқ, 11-де тұр өзі. Өзі 11-де тұр. Әзірге Мукаевқа чемпиондыққа жету әзірге бір 2-3 жекпе-жек керек. Сондықтан кеше де Азатқа айтып қалды ғой. Азат болған енді журналистердің бір қитұрқы сұрақтары ғой. Қалай Мукаевпен сен бұрында бір история болды, тарих болды. Бұл жекпе-жек ерсе саған берілсе қалай қарайсың дегенде Азат оған не дейді? Өз ойын айтты. Беріп жатсақ бас тартпаймын. Енді UFC-ге бастап отырған жауынгерге енді ол жоқ деп айту керек емес қой енді. Конечно. Любоймен кез келгенмен төгілсем, бергенмен төгілсем деп отыр. Ал содан уже кімге Мукаевтың бір жеріне тиіп кетті ау деймін. Сен сол кезде уже бас тартқансың, не әңгіме айтып отырсың деген әңгіме айтып отырды да. Енді бұл жекпе-жектің әлі де тарихы болады ғой. Бұйырса Азат осы жекпе-жек. Тахир Ұланбек, Асыл Алмабаев, Мукаев пен Азат Мақсым. Әлі де бар. Может, Шавкат пен Хамзат дейді. Может, нені көріп қалармыз? Азат пен Тагирді көреміз. Мүмкін, Асуды көреміз айтады. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын емес, ол жекпе-жек. Болу керек жекпе-жек. Бола ма? Болу керек. Болса екен де тілейміз. Басты чемпиондыққа жекпе-жек болса, болған жақын жекпе-жектер болса күшті ғой. Екі жақта трешток жоқ, не жоқ, күліп тақиясын ауыстырып тілейтін сол екі қазақ чемпиондыққа неге төбелессе екен деп. Енді сен қазір айта алмайсың, Асу чемпион болып или Азат чемпион болып анау қалып қойса екен демейсің ғой. Бәрін жақсы болған қазақ жақсы болған до конца барса екен дейсің. Сол енді мен октагон жайлы айтайын. Октагонның несі өзінің боецтері, Нұрудин дейді, менеджер бар ғой. Саясаты ма? Нұрудин ағамыздың саясаты күшті де. Өзінің боецтерін 10 жігітіге 0 қылып әкелді. 16-0. 16-ға 0 қылып. Және кеше Дамир Төленовті уже келатыр. Тағы да сонда өзінің жауынгерлері бар. Бекзат Әлмахан бар. Әдемі келіп жатыр да. Әдемі сен рекордына да қарайды, барлығына қарап өзіне етеді. Сол жер ұнайды. Бразилистер беріп қойды, өзінің әңгімесін айтады ғой. Жаңа өзін біледі да, жеңетінін де біледі, көпке баратынын да біледі. Сондықтан анда мұнда шаптырмайды, бірден UFC-ге деді, UFC-ге жіберді де, өзінің арманы орындалды деп ойлаймын. Ал Найзада меніңше кеше кіммен екі төбелесті 53-тен. Әлби? 53-тен. Қазбек Сағын, Бағдат Жұбаныш екеуі нені түсіп қалды да уже. Бірге түсіп қалды. Рекорды кетеді. Рекорды Бағдаттікі түсіп қалды. Ертең реванш алады, ал жақсы. Бағдат Жұбаныш жеңіп кетті дейді. Ниче болып қалды дейді. Тағы да қалып қояды.
бұл екеуі азатта ким емес супербоятстер ғой. Иә. Кәдімгі болашақ үміткер. Сол сияқты мыналардікіне билайма ұстау керек те. Әліби ұсталып келді ғой енді. Әлібимен енді кім төбелестіріп не қажеті бар. Дияр Еренғайыптың ғой. Иә. Жоқ, Дияр Еренғайып енді білмеймін енді. Найзашын үлкен күшті найзашын ол. Бірақ енді олар боятстер үшін жұмыс істемейді, олардікі дұрыс қой. Бірақ енді андай бір лигасы үшін жұмыс істейді. Бірақ мен енді октагоннен тамаша жіберіп жіберді азат тез өтіп кетті да. Жолы жеңіл болды да, 16 рекорд дейтін өте маңызды рөл атқарады ғой. Сондықтан картингста барлығында көргенде де тамаша. Мүмкін мысалы былай ойлаймын, мен былай ойлаймын да, мысалы найза екеуіне тарих жасап берді деп ойлаймын да. Егер мысалы екеуі бұл енді жекпе-жек, мен Қазбек Саған мен Бағдат Жуановтың жекпе-жегі бар ғой, сен айтып отырсың. Бұл жекпе-жек енді болмайды сияқты ойлаймын. Енді бұл жекпе-жек One Championship болады. Өйткені осы Қазбек Саған қазір Америкада жүр. Америка сол жақта жүр, историясында құрып қалған. Енді білмеймін енді, ол басқа лиганың несіне үміт қойғаннан бірде ғой. Жоқ, сол жақта екеуі кетіп сол жақтан тағы жанкүйерлердің өздері де сұрады, екі жақта осы жекпе-жекті сұрады. Екі жақта төбелесеміз деді осы жекпе-жекке. Давайте төбелеспей-ақ қояйық деп айтқан жоқ. Екі жақта сұрады, ортада көрермен де сұрады. Не істейді енді Нұрбек ағамыз? Не жасау керек? Нұрекен ұйымдастырып берді, өзіне де керегі сол. Бірақ енді біздің пенделік ойымыз дейді. Адамыз ойымыз. Сонымен солай болғанда сенейік дейм ба? Алдағы UFC жаңалықтарына жол жасаймыз да. Нелер бар? Бүгін тағы бір жаңалық шықты. Жартылай ауыр салмақтағы Джон Джонстың тастап кеткен салмағы уже түсініксіз болып жатыр. Джамал Хилл уже вакантный көп болып тұрып қалғанда да. Травма қалды. 6 айдан кейін қорғамасаң сен вакантный болып қалады ғой. Белбеуің сен тартып алады. Бос болып қалады. Бос болып қалады. Сондықтан травма қалды. Енді бұл жекпе-жек кім төбелеседі деп ойлайсың? Бұл жекпе-жектің мына жақтан кім тұр? Ян мен Алекс Перейраның жекпе-жегі. Ян Блахович мен Алекс Перейраның жекпе-жегі тұр. Ол жекпе-жек оны бірден не қылу қиындау. Бірден чемпиондық қылу қиындау. Бірақ енді Дановичтан бәрін шығады ғой. Ол жақындап қалды. Енді басқа кім бар? Басқа Анкалаев бар. Анкалаев неше сұхбат келсе? Ракич деген бар, осы 4-те ма 5-те ма тұрған. Бірақ енді оны сосын Эржи Прохаска дейтін бар. Эржи Прохаска уже чемпиондыққа лайық болып тұр, бірақ оның қарсылас кім, сол қызық болып тұр да. Прохаска да травма алып қалып шығып кеткен жоқ па? Иә, сол да өзінікі маканты қылып тастады ғой. Иә. Енді ол менше неде сентябрьде шығам деді, қыркүйекте шығам деді Эржи Прохаска. Енді бұл шығады деп есептесек, қыркүйекте шығады деп есептесек, онда Ян мен Блаховичтің жекпе-жегіне жеңімпаз осымен шығуы мүмкін деп ойлаймын. Или Анкалаев. Бірақ кеше жаңа кім айтып отыр ғой? Джамал Хиллда. Бұл Анкалаев чемпиондыққа төбелесетінде ол ештеңе істеген жоқ дейді да. Ол біреуді жеңіп барып шықсын. Хотя біреу жеңсін, сосын барып шықсын дейді да. Неше шығып болды ғой? Янның өзі біреумен шығып барып шығуы мүмкін да, егер Перейраны жеңетін болса, ол точно неге чемпиондыққа таласады. Эржимен да. Эржи уже чемпиондыққа таласатын бір жауынгер болып тұр. Үміткердің біреу болып тұр. Енді екінші үміткерді іздеу. Прохаска мен сен кім? Менше Перейра төбелесетін сияқты. Янды жеңеді деп ойлайсың ба? Перейра мен Ян төбелесетін сияқты. Сол екеуі титул не алатын сияқты. Енді одан ол екеуін жеңгенін Прохас кім бар? Анкалаевтардың жеңгеніне беріп өйтіп жүргенде жыл өтеді, ай өтеді. Менше тұра бермейді сияқты. Енді тұра береді ғой, енді білмеймін. Менің ойымша мүмкін солай болады сияқты. Сондықтан ол тұрып қалды. Ол не? Ол салмақ. Джон Джонс кеткеннен кейін уже. Ол салмақ тұрып қалды. Түсініксіз болып кетті. Джон Джонс кеткеннен кейін емес, одан кейін де бір керемет жекпе-жектер болды ғой. Прохаска мен кімнің Гло Тишейраның жекпе-жегі болды, үздік жекпе-жектердің. Берік кетінде өйлесіп кетті. Берік кетінде өйлесті. Екіні енді алды. Енді бұл жекпе-жекті көреміз алдағы уақытта. Менің ойымша Эржи Прохаска мен осы Ян мен Перейра жекпе-жегінің жеңімпазы шығады сияқты ойлаймыз. Қыркүйекте. Сосын бүгін Дановайт айтты ғой. Бүгін емес? Бір күндікте айтты да. Конор Макгрегор міндетті түрде төбелеседі дейді. Ал керек болса сендер жаңағы осы жылы міндетті түрде төбелеседі дейді. Ал допинг тесті қадағалайтын UFC дейді.
компаниясы, USADA компаниясы, олар болды уже Конор ушыл төбелеспейді деді. Оның еще бір айға жақын болды, ол ақпаратқа шыққанына да. Ол январдың орта жағында төбелесу керек, егер мына не келетін болса. Білмеймін, кеше кімде Конор Чендлерді кім шақырып жүрді? Осы біреу шақырып жүрді. Царукян шақырып жүрді Чендлерді. Екеуміз төбелесейік, қызық жекпе-жек. Қара, бұл жерде сосын кеше Ислам Махачев айтты ғой, мен шаршадым, маған қарсылас керек деді. Сол моментта Чендлер жазды. Мен дайынмын, что там дегенде алды. Сенімділік жерде бір қайтпайтын жігіт деген. Сол ол дейтін еді, неге шейін бұл жаңағы тафтың негізі жекпе-жегі бар ғой. Желтоқсанда болатын болса, оған шейін бір жекпе-жек өткізіп алғысы келіп тұрған сияқты менің ойымша. Өйткені ол Ислам точно Абу-Дабиде шығады да. Абу-Даби точно бір қарсылас береді. Кім? Оливейра, ол неге үлгермейді дейді Абу-Дабиде. Бірақ енді Дана Уайт қаласы по-любому жасайды ғой бұл жекпе-жекті. Сондықтан не Оливейра, не Чендлер қоюы мүмкін. Бірақ мүмкін солай сияқты менің ойымша. Мына айтқан тағы да Царукянмен кімге адыр Бенил Дәриуш. Сондықтан енді Конордың жекпе-жегі желтоқсанда болатын болса, оған шейін Чендлер төбелескісі келіп тұр. Ал USADаны қыстырмаймын деп отыр Дана Уайт примерно. Уже несін алып тапсыратын елдеріне уже беретін ақысын берді. Ақшаларын алып не қылып өтсіңдер деген шығар. Сол тыныш отырың деп. Болды, сонымен жаңалық не ойладың ба? Не ойладым, болды осы артында жаңалық. Басқа негізі жаңалық сол Азат Мақсұмның UFC-дегі дебюті. Соған жеңіс тілейміз. Жоқ, басқа былай болды онда. Басқа жаңалық жоқ. Сосын құрметті көрермендер, біздің арманымыз, біздің неміз бұйырса Абу-Дабидегі жекпе-жекке бару болды. Соған спонсор іздейміз. Егер өзің компанияңыз болатын болса, біз сол жақта блог түсіреміз, жауынгерлерден сұхбат аламыз, UFC-дің жауынгерлеріне, UFC-дің өзіне кіргіміз келеді. Осындай ақпараттан медиа арқылы да сайт ашамыз бұйырса аласа. Сондықтан бізге спонсор керек. Спонсорлар керемет компаниялар болатын болса, бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Қазір біз тегін жасап жатырмыз барлығында. Телеграм болсын, барлық YouTube болсын, подкаст, барлығы өзіміздің қалтамыздан, өзіміздің жұмысымыз негізі басқа. Сондықтан керемет жомарт жандар болса, компаниямыз өксесін осы әңгімеге қатысып отыратын болса, қазақ аммасын дамытамыз десеңіз, дамытамыз десе, кәсібімізді дамытамыз десе, онда бізге хабарласыңыздар. Сонымен Азатқа сәттілік, бұйырса қысқаша нұсқа, қысқа подкаст болсын деп айттық. Тездетіп тастайық. Өзіміздің ойымыз, өзіміздің субъективті ойымыз, жеке ойымыз. Азат, айтшы, Азат қанша раундта қалай жеңеді? Екінші раундта техникалық нокаут или қылғындырып тастау болады сияқты. Соңғы жағдай менің ойымша. Менің ойымша не болады сияқты? Сен ойымша. Не қылғындыру болады? Иә. Не решением Азат жеңеді, решением жеңеді. Но сетке тақап деген сияқты клинчте жұмыс. Бірден еместіп жүреміз ба? Білмеймін енді пока. Спонсор табылсын, смело ұйымдастырамыз. Сауалыңыздар. Каналға жазылыңыздар, астына комментарий жазып кетіңіздер, сізден қолдау күтеміз. Кім жеңетін, Азат қай раундта жеңетін жазыңыздар. Подарок алу маңызды емес. Сондықтан қолдаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.